Балалар, бүгін біз 1-6 параграф кері пропорционал тәуелділік деген тақырыпты оқитын боламыз. Ол оқулықтың 43-ші бетіндегі тақырып. Яғни сол кезде біз тура пропорционалға есептер шығардық. Яғни тура пропорция дегеніміз бірінші шама қанша есе артса, екінші шама соған сәйкес сонша есе артып жатса, немесе кемсе, екіншісі де кеміп жатса, біз оны тура пропорционал шамалар деп ары қарай есептер шығарғанбыз. Енді мына кері пропорционалдыққа мынандай есептер мысалға алайық. Бір жұмысшы егерде бір тапсырманы, бір үлкен объект жұмысты ол 480 сағат уақыт жұмсап істейтін болса, бір жұмысшы. Жұмысшылардың санын арттырайық. Егер ол 4 жұмысшы болса, не істейміз? Жаңағы жұмыс өнімділіктері өзгермейді, бірақ жұмысшылардың саны артып жатыр. 4 жұмысшы болса, ол осы жұмысты 120 сағатта бітіріп тастайды. Себебі олар уже 4-еу болды деген сөз. Ал 8 жұмысшы болып артса, ол не істейді? Осы жұмысты 60 сағатта істейді. 12 жұмысшы болып жұмысшылардың санын тағы да 4 еселеп жібердік. Сол кезде жұмысшылар оны 30 сағатта істейді. Арғай 16 жұмысшы болып артса, ол жұмысты олар 20 сағатта бітіріп тастайды. Яғни не істеді? Жұмысшылар басында бір адам болса 480 сағат уақыт жұмсаушы еді. Сол тапсырмаға 16 жұмысшы кірісетін болса, олар 20 сағатта ғана бітіреді. Яғни шынында ғой, егер тапсырмалардың көлемі өзгермесе, адам көп болса, олар тез бітіреді жұмысты. Адам азайған сайын жұмыстың өнімділігі азаяды деген сөз. Сонда мына жерде екі шама бар. Біреуі жұмысшылардың саны, екіншілері уақыт. Осы жерде мынандай тәуелділік шыққалы тұр. Бірінші шаманың кез келген екі мүшесінің қатынасы тең болу керек, екінші шаманың қатынасына, бірақ керісінше Y2-нің Y1-ге қатынасы. Неге? Өйткені қарайық. Бірдің 4-ке қатынасы тең болып тұр. Мына екінші шама 1-ге сәйкес 480 ғой. Сонымен 480 мен 120-ның орнын ауыстырғанда ғана олардың қатынасы тең болғалы тұр. Міне, сонда керісінше біреуінің бөліммен алымы ауысып кеткенде бар, тең қатынастар ала алады екенбіз, яғни пропорцияға келе аламыз. Сонда осы жерден кері пропорция деген нәрсені кіргізіп алып тұрмыз. Яғни тағы да есеп көрейік. Мысалға, мынандай есеп болсын. Бүйдеді, мотоциклшы өзен үстіндегі көпірден 10 метр секунд жылдамдықпен, бірінші есеп, 10 метр секунд жылдамдықпен жүрсе, ол 54 секундта сол көпірден өтеді. Ал егер мотоциклшы жылдамдығын 12 км сағатқа арттырса, 10 еді, ол 12 км сағатқа арттырып жүргенде, ол сол көпірден неше уақытта өтіп болады дейді. Бұл жерде не өзгермей тұр? Яғни көпірдің ұзындығы өзгермейді. Бір көпір ұзындығы өзгермейді, қашықтық. 10 метр секунд жылдамдықпен жүрсе 54 секундта өтеді, ал 12 болғанда қанша секундқа өтеді? Осы жерде қандай шамалардың арасында тәуелділіктер пайда болды? Міне, жылдамдық артты. Жоғары қарады деген сөз, ол артты деп түсінейік. Кемсе төмен қарады белгілейік. Ондай болса, соған сәйкес, егерде ол жылдамдығы көбірек болды деген сөз, сол көпірден ол тез уақытта аз ғана уақыт жұмсап өтіп кетеді деген сөз. Яғни мына жерде бұрын 54 еді, жылдамдық арса, ол одан аз уақыт жұмсайды деген сөз. Яғни осы жерде табылатын сан осы 54-тен кіші болуы тиіс. Өзіміз ойласақ та, яғни жылдамдық арса, бір көпірден өтуге жұмсайтын уақыты азаяды. Яғни кеміді. Қарасақ, міне, бір-бірлік артып еді, екіншісі керісінше кеміп жатыр. Міне бізде бұл пропорция кері пропорция. Оны шешу үшін не істейміз? Тұрған пропорцияларды қатынаспен жазамыз. Оның 12-ке қатынасы тең болады. Екінші бөлігін, не бірінші бөлігін? Екінші бөлігінің алымы мен бөлімін ауыстырып жазамыз. X-ті үстіне 54 астына жазамыз. Содан ары қарай уже пропорцияның есептерін шығару тәсілімен бірде X-ті табу үшін 10-ға 54-ті көбейтіп бөліп тастаймыз 12-ге. Өйткені X пен 12 көбейтілу керек. X тең бөлейік мына жерде. 54 пен 12 бөліне ма? Так. 6-ға қысқарсақ, мұнда 2, мұнда 9. 2 мен 10 қысқарады 5. Яғни 5, 9, 45. 45 секундта жаңа көпірден өтеді екен. Егер мотоциклші жылдамдығын 12 км сағатқа арттыратын болса,
45 секундта жүріп өтеді екен. Шында да 54-тен 45 кіші. Жылдамдығы артты, ал жұмсайтын уақыт керісінше азайып жатты. Ал балалар, келесі екінші есеп айтады. 108 станокта егер сағатына 108 бөлшек дайындаса, ол тапсырманы 5 сағатта орындап болады дейді. Жалпы тапсырманы 5 сағатта орындап болады. Егер сағатына 60 бөлшек дайындайтын болса, неше сағатта орындап болады дейді сол тапсырманы. Сол кезде қарасақ, бөлшектер саны, сағатына орындалатын бөлшектер саны азайды. Бұрын 108 еді, 60 болды. Ондай болса, тапсырма 108 бөлшек дайындағанда 5 сағатта орындалып болады екен, жалпы тапсырма. Ал аз бөлшек дайындаса әр сағатта, онда ол тапсырманы орындап болуға уақыт көбірек жұмсалады. Яғни кері пропорция пайда болды. Мына жерде табылатын сағат саны тапсырманы орындауға жұмсайтын уақыты 5 сағаттан әлдеқайда көп уақыт жұмсайды, себебі бөлшектер саны азайып қалды, 1 сағатта істейтін жұмыс өнімділігі азайып қалды. Онда бұндай есепті шешу үшін тағы да кері пропорция бірінші мүшені, бірінші шамаларды, бөлшектерді, яғни өз тұрған орында жазам, 108-дің 60-ға қатынас деп. Екіншісінің алымы мен бөлімін ауыстырып, x астында 5. Арғарай пропорцияны шешу тәсілімен шешеміз. 108-ге 5-ті көбейтем, 60-қа бөліп тастайым. X тең. 60 пен 5 қысқаруға тиіс, 1, мұнда 12. Сосын 12 мен 108 қысқарсақ, 9. Яғни 9 сағат. Егер сағатына 60 бөлшек дайындаса, ол тапсырманы 9 сағатта орындайды екен. Және өзіміздің алдын ала жоспарлағанымыз бойынша 5 сағаттан артық уақыт шығуға тиіс дегеніміз, 9 сағат шықты. Біз 5 сиыр 184 күнде жеп тауысады дейді. Сол дайындалған мал азығы 184 күнге жетеді екен. Сиырлардың бас санын 40 сиырға арттырдық дейді. Онда бұрын 75 еді, оған 40 сиыр кеп қосса 115 сиыр болды деген сөз. 40-қа арттырған кездегі жаңағы дайындалған мал азығы неше күнге жетеді дейді. Бұл есеп талдау жасау үшін не істейміз? Сиырлардың бас саны артып кетті, яғни артты, белгіні былай қоямыз. Ал дайындалған мал азығы өзгеріссіз. Сиыр көбейетін болса, ол жаңағы жиналған малдың азығын тезірек жеп тауысады, яғни күн саны азаяды, кемейді. 184 еді, одан аз уақытта жеп тауысуы мүмкін. Бұл жерде пропорция бізде кері. Ондай болса 115-тен 75 деп бірінші шаманың қатынасын жазып алған соң, екінші шаманың алымы мен бөлімін ауыстырамыз. 184. Арғарай пропорцияны есептейміз. 184-ке 75-ті көбейтеміз, мінекеуін. Ал x-ке көбейтілетін бөлік келіп бөлімге түседі. Сонда x тең. Енді осы жерде қысқарту жүргізейік. 75 пен 115 екеуі нешеге қысқарады? 5-ке қысқартсақ, 1, 15 қалады екен. Мұнда 5-ке қысқартсақ 2, 23 қалады екен. 23 пен 184-ті қысқартуға болады. Орында 1, мұнда 8-ден екен. Енді 8-ді 15-ке көбейтеміз, 80, 5 40, 120 күн. Яғни сиырлардың бас саны 40 санға артып 115 сиыр болса, олар жаңағыда алдын ала дайындалған мал азығын 120 күнде тауысады екен. 120 күнге ғана жетеді. Басында 184 еді, енді 120 болды. Шында кем. Міне бұл кері пропорцияға берілген есептерді шешудің тәсілі.